Қайырлы күн, дайректке келген сұрақтардың бірімен бөліскелі жатырмын. Яғни бүгінгі тақырып үйленгелі жатқан жігіттер қандай тексерістен өту қажет. Бірінші, спермограмма анализін тапсыру қажет. Яғни ондағы сперманың сапасын, көлемін және де ұрықтың процентін жаңағы морфологиялық талдау жасау арқылы тексереді. Ұрықты қалай тапсырамыз? Ең бірінші, парда, моншада ыстық жерде болмау. Екінші, жаңағы 3-5 күн аралығына жыныс қатынаста болмау. Үшінші, ащы тағамдар жемеу. Яғни осыдай міндетті түрде осы 3 талап орындалған жағдайда сперма тапсырасыз. Және де анализде тапсыратындардың қатарында екінші ИФА және ПЦР деген болады. Жаңағы қаннан алып тексеріс жасайды жаңағы бактериялар, инфекцияларға қатысты. Және де үшінші гормондар, тестостерон гормонын тексеру арқылы. Төртінші, УЗИ простата. Бесінші, варикоцелі ерлердегі бұны міндетті түрде тексереді. Жаңа киста болсын, гидроцелі мөлшерін болсын. Осы нақты анализдер осылар тапсырылады. Ары қарай врачтар қосымша ретінде бүйректе я болмаса томографиялық анализдер алуы мүмкін. Егер де осы видео ұнап және сізге пайдалы болса, достарыңызға тарата жүріңіз және де YouTube каналға тіркеліңіз.